Өзбек әлі және мәдени майдан кітабын оқып, қандай әрекет жасадыңыз? Дәл осы сұрақты кітап бәйгемізге тіркелген 1500 адамнан сұраған едім. Өкінішке орай 90%-дан астамы ештеңе жасамаған. Тек бірең сараңы ғана осыдан кейін көбірек кітап оқи бастадым. Өзбек әлі Жәнібек жайында басқа біреулерге айтып жүрмін дегенде ғана әрекеттер бар екен. Оған да шүкір. Алайда кітап оқып, өмірде шынында жеңімпаз болу үшін теориядан практикаға көшіп, бір нәрсені болса да іске асыру керекпіз. Әйтпесе біз кітапты оқымаған адаммен тең боламыз. Керек десеңіз, кітап әріп танымайтын адаммен бірдей болып қалады екенбіз да. Сондықтан да өзгелерге де мысал болсын, үлгі болсын деген мақсатта осы кітапты оқып, өзім іске асырған 7 нәрсені сіздермен бөліскім келіп тұр. Кеттік сонымен. Біріншісі, кітапты оқыдықта таң қалдық. Мәссаған мыңдаған жылдық тарихы бар Наурыз 1926 жылы жойылып кетеді, тыйым салынады. Алайда Өзбек әлі Жәнібек соны 88 жылы қайтарды деп таң қалдық, мәз болдық, риза болдық та. Керек десеңіз, өзге Орта Азия елдері Өзбек әлден ақыл кеңес сұрап, олар кейін өздерінде соны атап өте бастағанда. Ал одан бізге келіп кетер не бар? Оны іске асырмасақ. Біз оны былай жасадық. Мен әуежайда жұмыс жасаймын. Әуежай, өздеріңіз кішкене білетін шығарсыздар, кішкене орысшалау, шетелдеу болып келеді да. Ол жақта жаңа қазақи құндылық, салт дәстүр, мәдениет деген нәрсе жүрмейді десе болады да. Біз сол әуежайға Наурызды қайтардық десек болады да, былай жатқан кезде. Сондай ортаға. Ойлашы, осыдан бір 5 жыл бұрын ғана біз қазақша, өзара қазақша сөйлессек, сөйлеспеңдер деп айтатын бізге. Қазақша сөйлеспеңдер деп айтады. Міне сондай ортада біз осындай Наурызды қайтарып, бір сондай бірінші мәрте осындай жоғары дәрежеде Наурызды атап өттік. Кәдімгідей басынан бастап сценарийін жаздық. Оның кәдімгі тамада сияқты өзім жүргіздік. Түрлі ұлттық ән, би, жаңағыдай тағамдар, өнердің түрлері, спорттың түрлерін бәрін сол жақта жасадық. Біз болып, басқа да белсенділер болып әріптестермен, және де бізге жаңа кәсіподақтың басшысы деген сияқты, ол бізге, біз оларға деген сияқты сөйтіп керемет жоғары дәрежеде өткіздік. Және де бұл андай бір реттік қарын тойғызу болған жоқ. Алматыда, Астанада бір сондай масқара болып едік қой, бұл ондай болған жоқ. Бұл ораза кезінде орын алды. Жартысынан көбісі тамақ ішпесе де келіп, қатысып, кәдімгідей андай арқан тартысып, асық атысып, Наурыз көже, бауырсақ тарқатып деген сияқты, және де андай қошқар көтеру деген бар. Оның орнына ұн мен шекер көтергізіп қойды. Кәдімгі әйел адамдардың өздері бір қап шекерді көтеріп, жеңгені соны жиналып кетті. Сондай бір қызықты етіп іс-шара жасадық. Бәрі көпшілік риза болып, енді келесі Наурыз қашан болады екен, қалай болады екен деп асыға күтіп жүр. Міне, бұл әрекет па? Әрекет. Келсесіздер ғой, енді екіншісіне көшейік. Біз осы өз ағаңмен Шәмші Қалдаяқовтың ортасына болған оқиғаны білетін шығармыз. Яғни Торғайға, Арқалыққа барған кезде өз аға Шәмші Қалдаяқовты 2 апта бір үйге қамап қояды да, осы Арқалық жайында ән шығарып беруін сұранады. Кәдімгі қамап қойып, ешқайда шығармай, бүкіл жағдайын жасап қойып. Сөйтеді да, қара көзіңнен мөлдір торғай даласын көрдім деген әуен сол кезде сөйтіп пайда болған екен да, ойлаңызшы. Мысалы, мен өзім әуен көп тыңдамаймын да, қызықпаймын да, бірақ осыдан кейін сол әуен маған бір сүйікті бір өлеңдердің бірі болып кетті да, шыны керек. Және де осы кітапты оқыған басқаларға да сондай болған шығар деп ойлаймын. Және де міне осы оқиғадан алып мен мынандай бір іс-әрекетке көштік. Біз енді кітап бәйгесін жасап жатырмыз, соған байланысты Өзбек әлем тақиясын бір сыйласақ деген ой болды да. Анаған сендік, мынаған сендік, біреу қымбат деді, біреу ұзақ уақыт керек деді. Сөйтіп жүргенде ешкім жасамайтын болып қалды да. Сосын мен анашым құрақшы, тоқмашы дегендей, кәдімгі уақыт тақалған кезде анашымды ұстап алып тұрып, міне мынаны, міне үлгісін көрсетіп, Өзбек әлі өзі кезінде киген, өзі тігіп алған тақиясы екен. Осыны маған жасап беріңіз деп, кәдімгідей қатаң түрде осыны сұрадым да. Сөйтіп анашым менің өтінішімді жерге қалдырмай, күн демей, түн демей Өзбек әлінің тақиясын тоқып береді ғой.
кәдімгі қолөнер ананы көріп біздің біраз белсенділер кәдімгі қызығады, кәдімгі мәссаған бұл ой елде жоқ екен ондай. Мен білетін Алматыда ғана бір кісі жасайды екен, басқа еш жерде андай мен білетін басқа жоқ екен да ондай. Сөйтіп соны жасадық, біздің бір белсенді бір үлкен кісіміз соған бұйырды. Одан кейін анашымызға тағы да бір 2-3 жасап, депутат Абзал Құспанға, жаңағы осы кітаптың авторы Санжар Керімбайға, және де осы кітаптың кейіпкері өзбек әлімен бірге жұмыс жасасқан шәкірті болған Мұхтархан Манaf деген театр актерына сол келді, үлкен ақсақал кісі екен. Соған сол соларға бұйырды да, және де соны көріп қанша адам әшейін ұстап көргеніне, суретке түсіп көргеніне риза болып жүрді жаңағы тақиялармен. Сол арқылы мен де өзімді кәдімгідей жаңағы өзбекәлідей сезініп кеттім да. Анашым да сондай нәрсе туынды шығып кеткеніне өзі де риза айтады да, сен айтпасаң, сен өйстіп қыспасаң, мен оны ешқашан жасамайтын едім деп. Қазір анашым да мәз, оны алған адамдар да мәз, мен де мәз. Яғни бұл мәдениетті осындай тудырған, жасатқан бұл да бір әрекет деп есептейміз. Келесі, үшіншісі, өзімше кітапты оқып отырып, бір шетіне заметке жазып қойдым. Жұмыстан маған медаль берілсе, мен оны бір кісіге берем деп жазып қойыптым да, кәдімгідей. Атын жазып қойған ғой, Жансая Амангелдиноваға берем деп. Себебі кітапта Өзекең де, Бауыржан Момышұлы, тағы бірнеше мысалдар келтіріледі. Олар андай медальға, грамотаға, ондайға ұмтылмаған, таласпаған, керек болса беріп тұрса да бас тарта салған кісілер болған екен да. Анадан бүйтіп шабыт алып, мен де жаңа заметка ретінде жазып қойғанмын ғой. Маған медаль, грамота берейін деп жатқан ешкім жоқ жұмыста. Бірақ әлгі жарыс болды. Содан 13 па 12 ма жарыстың түрінен 4-еуінен мен жұмыста бас жүлде алып, бағалы сыйлықтар жеңіп алдым да. Сол кезде 4-еуінен біреуін менде отбасы бала-шағам бар, біреуін өзіме алдым, қалған 3-еуін сол жерде тарқатып бердім. Және де сол кезде атын айтып, түсін түстеп тұрып, жаңағы бізде бүкіл 100 адамның жұмысына, қағаз жұмысымен айналысатын кадрлық жұмыс дейді ғой, жаңағы Жансая Амангелдиноваға соған атап тұрып бердім да. Себебі бүкіл жұмысты атқарады, өте маңызды, оны елеп ескеріп жатқан ешкім жоқ болып көрінді маған. Сондықтан да мен соны арнайы сөйтіп жасап едім. Риза болып қалдым, мен де бағалайтын, ескеретін де адамдар бар екен ғой деп. Және де енді бердім, ойлаған ғой, үйіне алып кетеді деп. Сөйтсем, бір күні жұмыстармен кабинетіне кіріп қалсам, кәдімгі қабырғада жаңағы сыйлық ілініп тұр ғой. Ананы көріп, кәдімгідей өзімді бір қаһарман сезініп кеттім ғой. Әр кірген сайын ішіме бір жылылық сыйлайтын бір сондай бір оқиға болды. Яғни, ойлаңызшы, жазған нәрсем іс жүзінде асып тұр да. Яғни, бұл жерден тағы мынаның дәлелі да, сыйлықты алушы емес, беруші мұқтаж деген. Яғни мен сол беру арқылы өзіме жақсы болды ғой жатқан кезде. Бұл да әрекет па? Әрекет. Енді төртіншісі, осы міне Наурызда біз қазақтың ұлттық спорты, өнері ма спортын не деп айтады, тоғызмалақты тірілттік, жаңғырттық десек болады да. Бұрын мен Астана су арнасында жұмыс жасап жүргенде де ол жерде алғаш рет тоғызмалақты енгізіп, одан тағы бір адамды дайындап, жарысқа барып, басқа Астанадағы ұйымдармен ойнап, Астана су арнасына алғаш рет кубокты әкеп берген болдымыз. Қазір бір жерде тұрған шығар, бізден кейін біреу ондай жасады ма жасамады ма білмеймін, бірақ алғаш болып сондай Астана су арнасына сондай кубок әкеп берген болатынбыз. Қазір де мынау енді авиацияға келдім ғой, бұл жақта да сол нәрсені қайтадан тірілтіп, жаңғыртып, соны ойынға қостық. Және де кім осыны мені жеңеді, соған ақшалай сыйлық деп одан сайын қызықтырып қойдым. Содан кейін бірнеше адамдар үшінде ойнай бастады. Оны ойнау білмейтіндері, оның талаптары қандай, шарттары қандай деп соны үйрене бастады. Және де осыдан қарап тұршы, келесі жылы мен сені ұтам деп сондай бір қызығушылықпен тарқасты да. Бұйырса, алдағы уақыттарда да келесі Наурызда мысалы сондай жарыс болатын болса, соған бағалы сыйлықты өзім атаймын деп тұрмын да. Осылай біздің өзіміздің, ойлаңызшы, 1000 жылдан бері келе жатқан қазақтың осындай өнері, спорты біздің заманға келген кезде өшіп қалса, өліп қалса бәле ғой. Сондықтан да соны кішкене тірілтуге, жаңғыртуға әрекет жасадық. Тек қана бірандай сондай тоғызмалақ ұйымдар, мектеп ұйымдарында ғана емес, кәдімгі бүкіл Қазақстан деңгейінде жиі көп қызық түрде болашақта да түрлі жарыстар болады деген сенімдемін. Соған бір бастама
біздің де бір үлесіміз болсын деген мақсатпен осындай іс әрекет жасалды. Оқыдың, жасадың. Келістік қой, иә? Келесі. 5-ші нәрсе, кітапта Ғани Мұратбаев жайында айтылады. 23 жасында дүниеден кетсе де көптеген нәрсе жасап кеткен екен да. Соны Ғани Мұратбаев 18 жасында мынандай сөз айтып жүр екен. Мен қазақтың аш, жалаңаш жүрген 500 баласын оқытпасам болмайды. Себебі білімсіз, ғылымсыз ештеңе өнбейді екен деген сөзі бар. 18 жасар. Сөйтіп ол айтып қана қоймай, іс жүзінде кәдімгідей көшеде ұры, қары, қайыршы болып жүрген қазақтың балаларын ұстап алып, көндіріп, жуындырып, шайындырып, киіндіріп, оларды өздері оқытқан екен. Солардың ішінен қаншама ғалымдар, өнер адамдары сондай шыққан екен да, ойлаңыздаршы. Енді соны әшейін деп оқып қана қоймай, біз тағы да бір әріптесіммен ақылдасып отырсам, Нұрлан деген жігіт, грант неге бермейсіңдер деген идеяны айтып қалды да. Ананы ойлап, бірден іске көшіп, басқа да белсенділерді іске қосып, сөйтіп Таразда ТИГУ деген бар, яғни Шерхан Мұртаз атындағы халықаралық университет. Соның ректорымен сөйлесіп, келісіп атып, 3 түрлі ректорлық грантты осы кітап оқығандарға беретін болып шештік. Яғни біреуге, өз қарындасымды мен ақыл түрде оқытып жатырмыз, бірақ біреуге осындай грант беретін болғанда шынайы қуанып, кәдімгідей өзімді жаңағы Ғани Мұратбаев, Өзбекәлі сияқты сезініп кеткен жайымыз болды. Бұның әлі ырың-жырың әлі бітпей жатыр, бірақ бір жасалған, істелген бір әрекет болды. Келісесіздер ғой, иә? Енді 6-шысы, біз авиацияда жұмыс жасаймыз ғой. Енді осы авиацияға мәдени майданды қалай енгізсе болады тағы да деп ойланып жүрдім 2 ай бойы. Не істесе болады, наурыздан басқа не істеуге болады деп. Сөйтіп жүрдім да, мынандай бір ой пісіп жетілді. Ол да мынау Ғани Мұратбаевтың бір идеясынан шықты десе де болады да. Бұл Ғани Мұратбаев жаңағы аш-жалаңаш балаларды өзі оқытып жүр ғой. Сөйтеді екен да, 17 жасында айтады екен, ал менің жалақымды төле дейді екен жаңағы жас балаларға. Ол не десеңізші? Ол әркім өз өнерін көрсетеді екен да. Біреу өлеңін айтып береді деген сияқты. Сол сияқты мен былай жасағым келіп отыр. Қараңыздар. Мен осы авиацияда керемет мүмкіндіктер бар. Бәйке-сәйкесіз, пара-марасыз, авиациялық жоғарғы дипломсыз ақ 30 жас, 34 жасқа дейінгі Қазақстан жастары кәдімгідей ұшқыш, әуе диспетчері немесе стюард болады екен да, ойлаңызшы. Оны көбісі білмейді, түсінбейді, жолдарын білмейді деген сияқты. Мен осындай бір консультация немесе сабақ жасаймын бұйырса алдағы уақытта. Сөйтемін да соны өзім бір 10 шақты кітапты таңдап қоямын. Бауыржан, Қаныш, Өзбекәлі, Шерхан Мұртаза деген сияқты, Абай деген сияқты. Сол кім соланы оқып, бір кітапты оқып, маған түсінігін айтып берсе, соған 50% жеңілдікпен жаңағы сабақты беретін боламын. 2 кітап оқыса 100% жеңілдікпен, яғни тегін сол сабағымды немесе консультациямды беретін боламын. Себебі біздің авиацияға да осындай жүрегі қазақ деп соғатын адамдар керек та. Себебі олар шынайы патриот болса, ол авиацияда шүкір ақша бар, бұл жақта көп шетелдікке шығатын тәжірибелері бар, яғни білім аласың. Сол нәрселер, яғни біреу ақша тапса, ақшасын өзінің елдің жерінің дамуына салса, білім тәжірибе жинаса, соның осы сияқтың білім тәжірибесін халық үшін, ел үшін соны берсе, болмаса бір авиация жайында бір кітап жаза ма, бір жаңадан бір нәрсе ойлап таба ма деген сияқты, яғни ел үшін, жер үшін жұмыс жасайтын азаматтар болашақта осылардың ішінен шығады деп нық сенімдімін. Себебі Абай болсын, Шәкәрім болсын, Қанышты, Өзбекәліні, Шерхан Мұртазаны оқыған адамдар әшейін жүре алмайды деп есептеймін өзім. Ел үшін, жер үшін жасайды. Тек қана ақша жинап, шетелге кетіп қалу емес, кәдімгі осы жақта бір нәрсе жасауға әрекеттерін жасайды дегенге сенімдімін. Сондықтан да осындай жоба жасап отырмын. Осы бойынша кішкене қысқаша ақпаратты астына описание бөліміне жазып қоятын боламын. Қызық болса, сол жерден қарап шықсаңыздар болады. Бұл да бұйырса енді жасалатын бір әрекет болмақ. Және де соңғысы, 7-шісі, біз осы кітап бәйгесін жасауға бір 2 айдай тоқтамай шапқылап жүгірдік. Көптеген адамдар осыған атсалысты. Және мен айтам да, осы бір реттік бір акция сияқты бітіп қалмасыншы. Яғни бір рет тест болды, миллион тарқаттық, грант тарқаттық, болды, соның бітіп қалмасыншы. Бұл кәдімгідей көптеген ұзақ уақыт бойы, жылдар бойы бір жемісін беретін бір нәрсе жасап үлгерейікші деп сондай ойда болдым да, және де
қаншама адамның ойында жүрген армандары болды, мақсаттары болды, солардың бәрін түрткілеп, ой салып, идея салып, оларға ақпараттық, тәжірибе, біліммен соларға қолдау көрсетіп, қолымыздан келгенше сөйтіп 10 түрлі арман мақсаттың жоқтан бар болу этабына дейін жасап тастадық, ойлаңызшы. Бұл енді бұл жеке бір видеоның тақырыбы, себебі бұл жақта бүкіл біздің өркениетті адам кітап клубының мүшелері атсалысқан, бұл үлкен бір 10 түрлі нәрсе жасалды, арман мақсаттар орындалды. Бұл жайында жеке видео жасаймыз, Алла қаласа. Сондықтан да бізбен бірге болыңыздар, көріскенше.